Достар, бүгін біз қарын құрайын деп жатырмыз. Соған біз кішкене май құямыз. Сосын осындай қарын жақсылап турап алып, ірі-ірі қылып, сосын қазанымызға соны саламыз. Сосын осыған азонтай тұз саламыз. Осындай пиязымызды, болгарский бужымызды, чесногымызды салып аламыз. Пиязы көпті қосқан жақсы, чеснок қарынның иісін кетіреді. Достар, қарын қуырдағымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді. Үй жағдайында жасап көріңдер.